И кімде осындай проблемалар бар, именно отношенияда. Жігітпен айырылысу, одан кейін сізге көңіл бөлмеу, ренжісең де мән бермеу, тастап кету, даже подарка ала алмау да. Менде өте көп қыздар жазады, даже маған бір шоколад бермеген, хотя мен 3 жыл жүрсем де, деген сияқты. Менде 100%, кеттік. И мен осы проблеманың барлығын жойғым келеді. И жоя алатыныма сенімдімін. Жақсы жігіт жолықтырып, вообще бақытты отбасы құрып кетуге болады. Одан проблема жоқ. И біз көбіміз ойлаймыз ғой, жігітпен мені танысамын, и кездесемін, и кездескеннен болды, бақытты болып кетеміз деп ойлаймыз да. Но егер бұндай ой болса, сразу айтайын, сіз қателесесіз, и после этого разочарование болады. Ондай болмас үшін ең алдымен сіз өзіңізді танып, өз өміріңізге жауапкершілік алып, жігіттен зависеть етпеуіңіз керек та, былай айтқанда. Ішкі тірек болу керек. Ішкі опора болмағаннан кейін сіз ана жігіт маған болды, мені сүйем күйем деді деп бөліп кетесіз, внимание күтесіз, еще бір нәрсе күтіп отырасыз да вечно. Ол жігіт оны сезеді, әрине сізді күткізеді. Потому что оған да сол нәрсе керек та. Ол да сондай мужчина. Сіз қандай энергиямен тұрсыз, сондай энергетикалық тұрғыда жігітті тартасыз, басқалай невозможно. Қазір 90% адамда травма мен обида бар. Естественно, оған сіз кінәлі емессіз. Бала кезден біздің ата-анамыз байқаусызда бізді жаралаған шығар, немесе біз неше түрлі қоғамда бір проблемаларға кезіктік, и біздің травмаларымыз, обидаларымыз ішке шинала береді, оны ешкім айтпаймыз да. Потому что барлығында бар деп ойлаймыз. Ну, давайте енді тоқтайық. Жігітпен қарым-қатынастағы негізгі 6 блокқа келейік. 6 блок, ең бірінші, барлық жігіт жаман. Біз қалай ойлаймыз? Болды, міне барлық жігіт жаман. Невозможно жақсы жігіт табу. Жоқ ондай. Көп қыздың айтатыны. И бұл біріншіде маманың айтуы бойынша келеді. Яғни вот жігіттерден сақтанып жүр, олар жақсы емес. Неше түрлі нәрсе ойлауы мүмкін, сен өзіңді қорғауың керек, бүйтуің керек, сөйтуің керек, и қатты бізді шектеп тастайды, и біз жігіттерден қорғанамыз ғой, сақтанып қашып жүреміз. Бұндай установкасы бар қызға, естественно, жаман жігіт келеді. Яғни зорлануыңыз мүмкін, сізге тек қана интимный отношение сұрайтын жігіт келуі мүмкін, и айтқанда вообще серьезно бір намерениесі жоқ жігіттер жолға. Болмаса, бұрынғы опытыңыз бойынша, яғни бір жігітпен таныстыңыз, сөйлестіңіз, и болды, ойладыңыз, вот барлық жігіт сондай, не надо маған отношения. Осылай басталады. Екінші блок, барлық жігіт бабник. Бар ма осындай установкаларыңыз? Барлық жігіт бабник. Ең бірінші келетін бұл қоршаған ортаға байланысты. Сіз өз ортаңыздағы жігіттерді көресіз, и дос балдарыңыз болады, естественно. Сосын соларға қарайсыз да, әрбір қызбен бүйтіп сөйлесіп жүрген көресіз ғой, сіз ойлайсыз, вот барлық жігіт осындай. Ну, оларға сенуге болмайды, олардың точно запаскасы бар деп ойлайсыз. И папаңыздың бір изменасын, либо флиртін көрген болуыңыз мүмкін. Бұл енді өте сирек кездеседі, но либо көріп үндемей айтпай қоясыз, но іштей сақтайсыз. Ең бірінші сіз үшін мужчина папа болса, сіз папаның басқа бір әйелмен сөйлесіп тұрған көрсеңіз, онда болды, сіз үшін барлық әлемдегі жігіттер жаман деген сөз. И үшінші, әдемі жігіт бабник. Біз вечно ойлаймыз, бұл установканы маған өздеріңіз жазыңыздар инстаграмда. Әдемі жігіттердің бәрі бабник, типа ол түріне сеніп алған. На самом деле ондай болмауы мүмкін, но просто сіз сөйтіп ойлап қойғансыз, және сізге именно сондай жігіттер кездеседі ғой. Прямо сондай бабник жігіттер тауып аласыздар. Бар ма осындай установкаларыңыз? Так, үшінші, барлық жігіт измена жасайды. Бұл да бір блоктың бірі. Қайдан пайда болады? Мамадан немесе әпкеден көруіңіз мүмкін. Яғни біреудің өмірлік сценарийін көре отырып, сіз ойлай бастайсыз. Вот, типа, мужчина барлығы изменять етеді. Неге бұндай ой пайда болады? Мама айтады да, мысалы, папа измена жасаған болса, немесе тастап кеткен болса, біз қызымызға айтамыз ғой, вот бізді тастап кетті, папа бізге измена жасады, и қыздың миында ол орнығып қалады да, вот бізді тастап кетті. И осындай бір ощущениені сезініп қалған қыз үлкен өмірге барғаннан кейін де ол міндетті түрде сол изменаны көреді, сол ажырасуды да көреді, оны да тастап кетеді, вечно солай жалғаса береді. Потому что это жизненный сценарий. Біздің миымыз, компьютер десек, сізге алып келді да, программаны орната салды, и сіз сол программамен өмір сүресіз. Пока оны алып тастап, шығарып тастамасаңыз, сол программа сізде жұмыс жасайды. Поэтому сіздің өміріңізге келген жігіттердің барлығы жақсы болмайды да.
И кино қоршаған ортадан сіз көресіз, яғни изменаны көбірек кинодан көреміз, либо окружениедан, жаңағы құрбыларыңыздан не істейсіз, вот менің жігітім изменять етті, вот оның тағы екіншісі бар, либо екінші қызға кетіп қалды дегенді көресіз, и тоже сондай бір ойлар қалыптаса бастайды. И төртінші блок, жігітке тек төсек қажет. Бұл ең көп кездесетін прям установканың бірі. И бірінші нәрсе, бұл жерде біз құрбылардан естейміз, либо менің бұрынғы опытым бойынша. Вот менен бір рет сөйтіп сұраса, вот интимный отношенияның әңгімесі жүрген болса, онда мен болды барлық жігіт сондай деп ойлап тұрамын, қорқамын, қашамын, сөйлескім келмейді. Бұл да также, егер жаңағы зорлану, сондай бір нәрсе болған болса, сіз естественно бүкіл жігітке бүйтіп не қойып тастайсыз, крест қойып тастайсыз, болды, мен ешкіммен сөйлеспеймін, кездеспеймін, маған керек емес. Болмаса, міне жаңағыдай интимный отношение бір сөз болады, әңгіме болады, сізден сұрайды, и сіз қашасыз. Негізі бұл физикалық потребность, просто мужчиналар оны айта алады да, вот біз қыздар айтпаймыз, себебі бізде ұят болады, сізде не то қабылдап қалады. Бесінші блок, достойный жігіт жоқ, немесе достойный қыз жоқ деп айтады, иә, жігіттер. Неге бұл болады? Как вы думаете? Достойный жігіт жоқ, потому что сіз оны көре алмайсыз, достойныйның өзін. И ең қызығы, бұл көз алдымызда тұрған жақсы жігіттің өзін біз көзге іле алмаймыз да. Себебі менің миымда уже бар. Достойный жігіт жоқ. Ондай әлі жігіт пайда болған жоқ. Бірінші, идеальный пападан болу мүмкін. Егер папа сондай көп махаббат берген болса, папа көп сізді барлық жағдайыңызды жасаған болса, сіз ойлайсыз, вот папа идеал, қалған жігіттер оған сәйкес келе алмайды, вот на автомате ұшып жібересіз да оларды. И ешкім сізге өзінің достойный екенін көрсете алмайды. И менде күшті бір осыған техника бар. Жаңа Ақмарал ханымға менің қолданған бірден бір техника, бір сеанста нәтиже алып кетуі, ол осы жанның досын табу деген медитацияның арқасы. Бұл медитацияны өзім көп практиковать еткенмін, көп прямо подругаларымды осы медитацияның арқасында тапқанмын, даже отношенияның осының арқасында құрғанмын. И бұл таптырмас техникалардың бірі деп айта аламын. Ешкімде жоқ, именно Қазақстанда тем более ешкімде жоқ, бұны мен өзім тапқам. И алтыншы, ақшасы бар жігітпен жүруге болмайды. Ақшасы бар жігітпен жүретін болсаңыз не болады? Сізді меркантильный деп ойлап қалады. Мен только ақша үшін жүрмін бе деп ойлаймыз. И с любимым в шалаше рай. Мен де бірінші отношением, 6 жылғы отношением соның арқасында болған. Типа, андай ғой, кедей жігіттен олигарх жасаймын деген сияқты күшті ойым болған. Но жігіт талпынбаса, сіз жасай алмайсыз да, естественно. И меркантильный болудан қорқамыз. Потому что бізге сөйтіп айтып тастаған ғой, махаббат деген қиындықтан да бір күресіп, сондай күшті болып шығу керек. Ол жерде сондай страдание болмаса, барлығы күшті, готовый нәрсеге баратын болсаң, сен бақытты болмайсың деген сынды әңгіме бар. Бұл да бір установка. И өзіңізді лайықты емес көру. Яғни ондай жігітпен мен сөйлесе алмаймын, лучше маған сол қарапайым жігіттер, қайтем ондай жігіттермен сөйлесіп. И үшінші, самооценка төмен. Настолько біздің самооценкамыз төмен, самооценка деген сөздің өзінде баға тұр ғой. Біздің өзімізді бағалауымыз соншалықты төмен да. Біз ондай жігіт келген кезде либо қашамыз, либо таныспаймыз, сол жерде исчез болуға тырысамыз ғой. Бұл негізгі біздегі 6 блок.